Кайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен қазір сіздерге Castlots деген генератор онлайн ойын ұйымдастыратын сервисті көрсеткім келіп отыр. Оның бір ерекшелігі, сіздер браузерге жазасыздар, Castlots деп генератор онлайн деп шыға келеді. Соны сіздер ашқаннан кейін Castlots деп осылай шығады. Бұл жерде кез келген тілдерге ауыстырып алуға болады. Ағылшын, қазақша, орысша, барлық тілде бар. Енді қарасаңыздар, бұл жерде настройкасынан қарап әртүрлі формаға ауыстырып алуға болады. Келесі жеребе тастауға болады. Мысалы, бірінші қарайық, біз оқушылардың аты жөндерін жазып қоямыз. Осылай. Тақырыпты кері байланыс беру үшін, рефлексия жасау үшін, мысалы үшін ерік, әмер, сен шық, немесе әділ, сен шық деп отырғанша, осы тақтаға қоясыз да, бүгінгі тақырыпқа рефлексияға кәне осы 3 бала немесе 4 бала келсін деп таңдай саласыз, сонда 4 бала өз автоматты түрде осылай шығарып береді. Енді келесі бойынша сіздерде группаға құруға болады. Группаға өте аз уақыт ішінде сізге мысалы 5 баладан құрылған топ керек болып тұр. Осылай оқушылардың аттарын ғана қойсаңыз, болғаннан кейін группаға бөлу дейсіз. Сізде барлық баланы бірдей группаға бөліп шығара қойды. Көп уақытты алмайды. Жерде QR кодпен де істеуге болады. SMS, Skype, email, арқылы жіберуге болады. Мына жерде қарап отырсаңыздар. Барлық мүмкіндіктері бар. Қолданып көруге кеңес беремін.